Талақ бірінші бөлім. Авторы Бейімбет Майлин. Ал жақсыларым, достарым, қалдарыңыз қалай? Жаздың алғашқы күндері қалай өтіп жатыр? Мен Бейімбет Майлиннің тағы да қызықты әңгімесін салдым. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Күн ұзаққа Айдарбектің үйі ұрыспен болды. Ерлі-зайыпты екеуі бірін-бірі іліп қарғап, бірінің тілін бірі алмай, әлі жеткені өш алу жолын қарастырып отырған секілді. Бұрын мұндай ұрыс болғанда аяқ жағы таяққа тіреліп, Зейнептің етіне көбіне таңба түсіп қалатын. Зейнеп оны сезсе де, сүйекке біткен қарыспалық еркін алып, бір табанға шейін бас имейтін. Ұрыстарының көбі болмашы нәрседен шығатындықтан, Зейнептің сөзі Айдарбекке кей кезде үстініп келіп, төбелессіз де жарысып кете беруші еді. Бүгінгі ұрыстары зілдірек. Айдарбек ертеден бері тамақ та ішкен жоқ. Кикілжіңнің кіргеніне бір жеті болып қалған. Содан бері бір-біріне дұрыс жауап бермей жатқанда Айдарбек іргеге, Зейнеп от жаққа қарап жатады. Есіктің алдына тоқымды төсеп жіберіп, Айдарбек талдан керіп, тор тоқуға кірісті. Зейнеп үлкен бөлмесіндегі пешке арқасын сүйеп отырып ұршық иірді. Әке-шешесі ұрысқа кіргелі, бойын жазып ойнай алмай, күләмзада жүдеуге айналып еді. Бүгін үйінің ішінде өзгеше жандану, қозғалыс, іскерлік көрінген соң, біраздан бері терезенің түбінде жинаулы отырған қуыршағын алып, жаулығын жамылдырып киіндіруге айналды. Қуыршаққа жамылдырған жаулық Күләмзаға ұнап кетті. Өзінің шеберлігіне, ептілігіне қуанып, қуыршаққа кішкене қарап отырды да, «Әже, әже» деп Зейнептің ұршық жүгіртіп отырған қолына жабысты. Зейнеп қарамады. Неге қарамағанын Күләмза сезеді. Бұрын қуыршақ істегенде ел ішінде атаққа шыққан көк ауыз келіннің жаулығының модасы деп Күләмзаның қуыршағын Зейнептің өзі талай жамылдырып берген. Енді бүгін Зейнепсіз-ақ қуыршағын өзі жөндеп алған соң, қуанышын әжесіне айтпай Күләмза төзеті алатын болмады. Бірақ әке-шешесінің арасындағы салқындықты сезе жүргендіктен бір рет айтқанына назар салмаған соң, қуыршағын қайта көрсетудің тиіс еместігін біле алмай, Күләмза даң болды. Әйтсе де тағы бір рет айтып көрейін дегендей, «Әже, әже» деп жабыса бергенде, Зейнептің ұршық иірген қолына қақтығып қалды. «Таста әрі қуғатын, қатын болмай қалармын деп қорқасың ба?» деп Зейнеп қуыршақты лақтырып жіберді. Көк ауыз қатынның молдасымен оралған жаулық жерге ұшып түсті. Күні бойы істеген еңбегі зая болғанға Күләмза ызаланып жылап, Зейнептің оң жақ тізесіне жармаса жатып еді. «Әрі қуғатын, тіпті ертпедің ғой» деп Зейнеп тағы итеріп тастады. Күләмза даусын шығарып жылауға кірісті. Зейнепті ұрып ашуын тарқатуға шынында Айдарбек сылтау таба алмай отыр еді. Енді міне баланың жылағаны өзінше толық сылтау. Сондықтан түпкі ойын жарыққа шығару мақсатымен Зейнепке байланыспақшы болды. Жұмысын тоқтатып, орнынан қозғалып қойды. Екі көзі құтырған сиырдың көзіндей боп абдырайды. Қозғалған сайын ашуға тығып, булығып барып, «Неге жылатасың? Жылатпа баланы» деді. Тоқып отырған қорабын тоқтатты. Қабағын бұрынғыдан гөрі қыржитыңқырап, екі көзін Зейнеп отырған пешке қадап, тістеніп, тұра ұмтылуға оңтайланған адам ұқсап отырды. Бұл сияқты жекіргенге Зейнеп сөзсіз жауап қайтарады деп ойлады. Егер жауабы зілдеу шықса, екі-үш ауыз сөзбен істі бітіріп, тұра жөнелмек болды.
зейнепке Айдарбектің даусының қай түрі болса да мәлім болғандықтан ұруға ыңғайланғанын сезіп, ол үндемеске тырысты. Зейнептің қулығына Айдарбек те таныс, ұрмаса ашу тарқамайды, сондықтан қайтсе де ұрмай қоймаймын деген оймен сөзді қайта бастады. Ит, қолыңа ұстаған жалғыз қарғаң, қасқыр ұқсап қабасыңда отырасың, деді. Зейнеп шыдай алмады. Көптенгі ашуы кек бәрі келіп, қабаттасып, еріксіз сөйлейтін болды. Тым зілді қып шығарса, сөзсіз таяқ жейді. Таяқ жеймін деп үндемей қалса, жеңілгендік білінеді. Бұрын соңды таяқтан қорқып, тілін татпау, үйреншікті әдеті секілденіп кеткен. Сондықтан Зейнепке ендігі лайықтысы сөзге сөз қайтару еді. Зырқыраған ұшық жүнді созып үлгертпей үзіліп жерге түсті. Қағілез ені қалтыранып, пішіні сұрланып, үзілген жіпті жалғап жатып, жаның ашымай-ақ қойсын, деді. Енді кімнің жаны ашиды? Иттен жаралған шошқаның сөзін қарашы, бірдеме айтса арсылдап беттен алуын, деді. Бетіңнен алып не дедім? Ұрсам өз балам, менде ешкімнің жұмысы жоқ. Әдемі қатыныңның балаларын ұрғызбай өсірерсің, деді. Айдарбектің күткені де осы сөз еді. Енді кідірудің жөні жоқ. Есік жақта тұрған қайың таяқты ала бөлменің есігіне келіп те қалды. Не дейсің-ай, деді. Есік жақта отырған Айдарбектің даусы кенет жанынан шыққанда Зейнеп селк етіп кеткендей болды. Бір тықырдың таянғанын біліп, бетіне жалт қарады да жүнін созып ұршығын иіре берді. Ашумен ызғарланып қалшылдап келсе де, Зейнептің қорыққан пішінін айып менде ақ болсын, ғафу ет деген тәрізді төмен қарап мұңаюы Айдарбектің ұруын жөнсіздікке шығаратын секілденді. Әйтсе де бір ұрмай көңіл көншімейтін болғандықтан құшырланып түйілген жұдырықпен желкеге қойып келіп қалды. Текшелеп орған ақжаулық Күләмзаның қуыршағы секілденіп ұшты. Ойбай-ай, не жаздым, деп Зейнеп ышқынып жылап кетті. Атаңа нәлет, деді Айбек. Бойын ашу кернеген айтуға сөз таптырмады. Қарсыласпаған қатынды ұра берудің тағы жөні жоқ еді. Атаңа нәлет, сен не қылмадың? Қараңды батыр, кет, мен сенен талақ, деді. Құдай, не жаздым, Құдай, деп Зейнеп өкіріп жылауға кірісті. Күләмза ажелеп келіп алдына тығылды. Күләмзаны бауырына басып, жылаған күйі бүкшиіп, Зейнеп жатып алды. Бұрынғыдан көрі ашуы тарқап, күн кеш болуға айналған соң, шашылған талын жинап, мал қарауға Айдарбек тысқа шықпақшы болды. Ұзақты күнге тамақ ішпеген адам қарны да ашайын деді. Төргі бөлмеге бір-екі рет келсе де, Зейнепке тұр деп айтуға бата алмады. Бұрын Зейнеп айыпты секілді көрінсе де, таяқ жеген соң айыптан тазарып, тұрмаймын деп айтуға да еркі бар секілді көрінді. Үндемей тысқа шығып малын суағарып қоралауға кірісті. Екі көзі зем ленкенің мұржасында. Бұрын қанша таяқ жесе де мезгілімен тамақ істеу Зейнептің әдеті еді. Айдарбек ұрғанда да сол көп ұрудың бірі ғой деп ұрып еді. Күн батып қас қарайғанша Зейнептің қозғалғаны көрінбеген соң далада тұра беруді қош көрмей Айдарбек үйге кірді. Қараулы терезе кештің қараңғылығына қоса меткей болып, үйдің ішінде еш нәрсе көрінбестік еді. Күләмза, деді. Күләмзаның атын атағанда түпкі ойы Зейнеп жауап берер мекен деген еді. Немене, әке, деді Күләмза. Әжең қайда? Шам неге жақпайсыңдар? Әжем жылап жатыр, деп Күләмза Зейнептің бауырына тығыла түсті. Айдарбек басқа айтар сөз таба алмады. Төсегінің үстіне барып қисайып жатты. Екі көзі пеште. Одан бөлек пештің жанындағы Зейнеп те қозғалар мекен, тұрар мекен деген ойлады. Зейнептің тұрып шам жағып, төсек салып берсе, тамақ ішпеуіне құл. Бұрынғы ашу араздықтың бәрін ұмытып, құшақтап жатқысы келді. Бірінің артынан бірі түрлі ойлар тізбектеліп, Айдарбектің еркін билей бастады.
Таяқ жеген Зейнепті ішінен аяды, жазықсыз ұрғанына өкінді. Қызыл шырайлы бетінен сүйгісі келді. Ынтыққаннан ынтығып еріксіз басын көтеріп алды. Зейнепке барып жалынғысы келді. Орнынан қозғала берейін дегенде кенет тағы бір ой түсті. Баруым тиіс болар ма екен дегендей. Барар бармасын білмей дал болды. Зейнеп тағы көп жылады. Айдарбекпен қосылғанына биыл 7 жыл болған екен. Содан бері өткізген өмірінде қызғылықты күн шамалы. Байының мінезі теріс. Болмашыны сылтау қылып 2 күннің бірінде ұрады. Келген кезде таяққа шыдай алмай қайдан тап келді екен деп налып жүргенінде осы Күләмза туылған. Тұңғыш баланың адамға ыстықтығы қандай? Күләмза туғалы Зейнеп таяққа да үйреніп, ашу араздыққа да жаба тоқып жүре беруші еді. Жаңа Айдарбектің алмалы-салмалы мінезі Зейнептің тыныштануына себеп болды. Түнерген бұлттай бұрқырап, бұрқ-сарқ келсе де, сағатына жетпей ашуы тарқап, екеуі ойынға, әзілге кіріседі. Жетісіне бір ұрысу, ұрысқан сайын ұру, екеуінің ойынша да тұрмыстың заңы, шариғаттың бұйрығы секілденді. Олай ойлауларына себеп жайшылықтан гөрі араздасқандықтың артынан екеуі бірін-бірі айлап, жылдап көрмеген адам секілденіп құшақтайды. Сондықтан екеуі ашуланысқанда бірін-бірі жәбірлесе де, бірін-бірі көрместік сөз айтса да, ұзамай бір қызғылықты тұрмысқа қайтатындарын сезінетін секілденеді. Айдарбек бүгін де солай болады ғой деп ойлап еді. Бірақ Зейнепте екінші ой тұр еді. Бұрынғы қалыппен таяқты елемей ісін істеп, алдағы қызғылықты тұрмысқа әзірлену бүгін Зейнепте жоқ еді. Өйткені желкеге түйген жұдырықтан гөрі бір ауыр салмақты нәрсе бар. Зейнептің соншама жылауына, бүкшиіп жатып алуына сол себеп болды. Қанша ойласа да ұшына шығу қиын еді. Ол талақ деген сөз еді. Зейнеп елде жүргенде шешелерінің айтқанын естетін. Неке ерлі-зайыпты адамның тұрмысын бір-біріне байлайтын жіп. Бірін-бірі көрмеген, бірін-бірі сүймеген екі адамды неке сүйдіреді. Неке махаббат жібі. Ерлі-байлы қанша адам бір-бірін көрместік болып арасындаса, неке тұрған жерде махаббат үзілмейді. Ал ерлі-зайыпты адамның жиренішті тұрмысына дәнекер болып тұрған жіпті үзетін бірақ нәрсе бар, ол талақ. Айдарбек бүгін көп ұрған жоқ, бірақ таяқтан 10 есе артық талақты шығарды. Мен сені көрмеймін, мен талақ деп айтып салды. Зейнеп енді жібі еріксіз үзілді деп жатыр. Күйеуінің 1-7-ден бері ұрысқаны, желкеге бірер түйгені әлде қашан ұмытылған. Есіл дерті жалғыз таяқ. Талақ. Айдарбектен айырылып кетуге сенбейді. Күніне 40 пышақтасып отырса да, дүниеден осыдан артық тұрмыс бар деп ойламайды. Зейнеп көп ойлады. Бастан өткен тұрмысы біртіндеп көз алдына елестей бастады. Әке-шешесінің қай уақытта құда болып мал алғанын анық білмейді. Бірақ күйеуге берілгенін, келешекте жеңгелері секілденіп, біреуге қатын болып, күнде таяқ жеп өмір өткізетінін Зейнеп есі кіре бастағаннан ақ сезген. Тентек болып жеңгелерімен ойнағанда, қой, күйеуіңе айтып ұрғызармын деген сөзі жас күннен ақ жүрегіне әліппедей жатталып, өзінің ұралатындығына күн бұрын мойын сұнып қойған. Сөйтіп жүргенде Айдарбек ұрын келіп, бірін-бірі бірінші рет көріп танысады. Бірін-бірі ата-аналары қосқан соң, сүймеске орын жоқ деп түсініседі. Зейнеп соның бәрін ойлап келгенде, абайсызда айтылған талақ кенет еске түседі. 7 жылдан бері қызық тұрмыс сағатында бұзылып кеткен секілденеді. Сол тұрмыс әлі де болса бұрынғы ізігімен аға берсе, Зейнептің дүниеде арманы жоқ секілденеді. Зейнеп қалың ойынға шомып жатып ұйықтап та кетті. Жалғасы бар.